Сәлем достар. Мынандай фотошопты мына кукла кийишилерде де и жаңағы мына сыртындағы рама гүлдерді де сол Pinterest'тен алған. Өткендегідей мынау жасайтын. Бүгін осындай бір музыканы салып өзімге істей салайын деп бір жағы сіздерге так, мынау несін дауысын өшіріп қояйық. Мынаның дауысы да қатты естіліп кетуі мүмкін да. Бұны жаңағы міне бірінші өзін мынаны мысалы мен удалить етейін. Мынаны удалить етейін. Мынаны да мысалы мен жаңағы неден алдым. Pinterest'тен тартып алдым. Сіздерге алдыңғы сабақтарда көрсеткем қалай тартып алу керек екенін. Енді мынаяқтан шығып галереямызға кірейік. Мінекей мен тартып алғаным. Так. Все фото. Мінекей. Мына жерде жаңағы мынаяқтан алдым. Ең бірінші мынаусын аламыз. Мінекей. Мынаны сол жаққа көшіреміз. Капкоттан шықпауым керек еді. Капкоттен мінекей қазір мен көрсетіп жіберейін. Енді мен мынаның астындағы мынаны осыны алуым керек. Мына төбесін белгілеймін да. Добавитті басам. Мінекей мына төбесіне осыны қойдым. Енді осының арасында билейтін бишіғыздар керек. Енді оған наложение керек. Наложение астында тұр мінекей. Наложениені уже біліп қалған шығарсыздар. Осы менікін көріп жүргендер. Плюсикті бассақ. Жаңағы бишіғыздарымыз шығу керек. Биші жұптар. Мынау тұр мінекей. Мына. Бұлардың енді дауыстарын өшіріп көрсетейін енді. Мынандай дауыс бар ма жоқ па? Болу керек. Бұған өзіміз жаңағы музыканы қосып жібереміз. Мінекей. Жаңағы мынаны астына көрсетіп кейін шығып қалдым. Енді мынаяқтан анимация деген бар. Анимацияны қосуға да болады. Мысалы мен жаңағы мынау қыз бен баланың үстінен басамын. Астында фонын кетіруім керек. Мен ана жазулар кету керек. Мінекей вырезка деген тұр ғой. Вырезканың үстінен басам. И удалить фон деген тұр. Удалить фон басам. Көрдіңіздер ме? Уже жазу кетіп қалды. И птичканы басам. Жаңағы осылай. Куклаларымыз басқа да осылай кете береді. Енді мынау жаңағы ютубты өзінің музыкасы болмаса тағы да болмайды. Осындай болады. Мінекей өстіп билей береді. Осылай роликті істей бересіздер. Арасында қолым тигенде осы көрсетіп жатырмын. Қазір бір заказдарым бар еді, соның қолым тимей жатыр. Ал ұнаса лайк басып тіркеп қойыңыздар. Келесі видеоларымда көргенше. Келесі видеомда кездескенше. Алла разы болсын бәріңізге. Жақсы. Сәттілік бәріңізге.